Бізде біріншісі sulcus longitudinalis medialis ажыратамыз ғой. Ол оң жақ жар және сол жақ жарға бөлетін миды. Одан кейін бізде тағы ең терең жүрген бірі sulcus lateralis. Самай үлесті маңдай және төбе үлестерден бөледі. Осы екі жүлге қатысты тағы бірнеше жүлгелерді ажыратамыз. Ең негізгі деген жақта sulcus centralis болу керек. Мына өтіп тұрған. Sulcus centralis. Sulcus centralis'тен бізде екі қатпар пайда болады. Алдында мынау тұрған қатпар gyrus prescentralis. Ол бірінші қозғалтқыш орталық. Оның артында gyrus postcentralis, орталық артқы қатпар. Ол бізде біріншілік сезім орталығы. Яғни ауырсыну, температура, тағы басқа сезімдер осыған барады. Ал бізде саналы түрде қозғалыс бар ғой, осы пресцентралистен шығады. Пирамидалық жол осыдан шығады. Одан кейін осы ең негізі осы жүлге, одан бөлек енді көру, есту, солар зоналарын білсе ғой, шүйде бөлігі сонда сөзсіз бізге көруге жауап береді, самай үлесі есту, иіс сезуге жауап береді. Вот сол негізі. Мынау қара sulcus centralis, gyrus prescentralis, postcentralis. Енді қараш, мынаны былай кесіп тастап, мына жеке алатын болсақ, былай қарасақ, мына көрініс шықпай ма? Енді қара, sulcus lateralis мына жағы. Енді қараш, sulcus lateralis мына жақ ортаңғы бөлігі. Енді қара, тіл, бас, аяқ, қол, аяқ. Сонда мына жақ бас аймақтарын жауап береді. Төмендеген сайын дене несі төмендей береді, жауап беру зонасы. Сонда егер аяқтан сезімтал температураны сезінсе, мына жаққа барады. Жоғарғы бөлігіне.